Баршаңызға сәлемсіздер. Мен болған ақпарат арнасы. Видеомыз басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басыңыз. Мынау балық басынан шірейді дегендей. Жердің бәрін өзінің бауырлары емденіп алды. Димаш Ахмет айтты. Жарайды, енді бала елдің тізгінін қолына алды ғой, жолы болсын. Еліне адам қызмет етсін. Ал жігіттер ақ қояйық деп. Сәл тұрып қалды да айтты. Бірақ деді, осы менің тырнақтап жиған малымды шашып береді ау деді. О баста сушы дұрыс болмады ғой бізде. Қазіргі елімнің жағдайын көріп жылаймын. Қаракөз қарындастарымның жезек шөгіп кеткенін көріп жылаймын. Ана жерім игерілмей қозабая басып кеткен жерді көріп жылаймын. Сіздің жақын досыңыз Болот Назарбаев еді, оны барлығы біледі. Ол кісі расында ауырып жатыр ма? Халын білдіңіз ба? Хабарласа алдыңыз ба? Мен көп болды хабарласқаным. Мен енді көп нәрсеге сене беретін жастан өтіп кеткенмін. Мысалы үшін енді сондай жағдайда жүрген, сондай дүниесі бар. Адам ауыра қойды дегенге сене бермеймін. Өзім сөйтіп ойлаймын. Демек коляскада отыруы, бағанағы аяқ астына мақау болып қалу, оған сенбейсіз? Сенбеймін мен ондай нәрсе. Ол дені сау, нормально жүрген жігіт қой. Өзіңіз қаңтар оқиғасында қайда болдыңыз аға? Мен Астанада болдым. Айтты ғой, ойбай пәленбай бахабистер келген екен, аналар келген екен деп, мысалы үшін. Енді мен ондай нәрселерге де сенбеймін, мысалы үшін. Олар 20 мың бахабист қаяқтан келіп қапты бір күн ішінде, қаяқ кетіп қапты олар. Оны бір сумкаға салып Өзіңіз жалпы Нұрсұлтан Әбішұлымен жақсы араласқаныңызды білеміз. Оның алдында Қонаев атамызбен де араластыңыз. Назарбаев әулетімен де, Болот Назарбаев досыңыз болды. Жақсы араластыңыз. Қаңтар оқиғасынан кейін Нұрсұлтан Әбішұлының жалпы қалын білдіңіз ба? Қалай екен ол кісі? Жоқ, мен енді ол кісімен араласпағаныма көп болып кетті. Где-то ең соңғы рет мен ол кісімен 17-ші жылы бір кездестім. Бір жаңа жылда бірге болдық. Ол кісі енді сондай кездесіп қалса жаңа қоймайды, үйіне алып кетеді, үйіне апарып сол болып сондай еді. Ол кісі енді өте сондай компанейский адам. Олай қазақилығы, адамдармен араласу, жаңағыдай бір әңгімесін айтып жақсы да. Мен енді мысалы үшін жеке өз басым ол кісіге жаңағы нем көңілім таза. Бірақ енді мынау саясатпен өмірдегі болып атқан дүниелермен салыстырған кезде әттеген-ай деген көп те көрді. Бар. Ол анау айтады ғой, хороший человек это не профессия деп. Ол кісі енді жақсы лидер, ол кісі жақсы саясаткер. Бірақ мынау біздің республикамыздың ішінде өзімізге керек дүниелерге мән бермей кетті ма, или бұл бір екінші планда қалып кеткен сияқты да. Ол кісі анау үлкен биік жақтармен айланысып кетіп, біздің өзіміздің мемлекетке көңіл бөлмеген сияқты менде сондай не. Қоңыз істеріп кетті ғой 30 жылдың ішінде. Иә, сондықтан да жаңағы ол енді бүкіл дүниежүзі ол кісіні танып, сыйлап, құрметтеген жақсы. Бірақ біздің өзіміздің тұратын жеріміз бар ғой, өзіміздің халқымыз бар, әл-ауқаттық жағдайымыз бар. Баяғыдан қалыптасып қалған мысалы үшін ата-бабадан келе жатқан біздің мынау ауыл шаруашылығы, мысалы үшін соның дамуы мысалға, хотя бар нәрсені сақтап қалып, соны ары қарай іліп әкететін дүниелерге сол кісі ол кезде көңіл бөлмеді. Ол кісі бірден Америка болғысы келді. Бірден капитализм мемлекетке ауысып кетеміз деп, бірден жақсы болып кетеміз деп. Баяғыдан Қажыгелдінің бір қателігі болды ғой. Бізге қазақтарға мал бағудың керегі жоқ. Бізде нефт те жетеді, газ да жетеді. Біз ертең араб мемлекетіндегілер сияқты өмір сүреміз. Айландырған 8-9 миллион қазақ етті де бәрін сатып аламыз деді. Біздің құрған жеріміз сөрдім кетті. Мысалы үшін да. Мысалға мен осы мынау Димаш Ахметовпен де көп араластым. Ол кезде мен енді жаспын ғой. Бұл кісі шақырып алатын. Үйіне бір қонақтар келсе, обязательно мен шақыртып алады. Соған келіп жаңағы ауқатиып бар, тағы енді көп ақсақалдарды танымаймын. Сол кісілермен жаңағы дастархандарында отырғызып қояды, әңгімелесіп. Сонымен бір күні бір осы Нұрсұлтан Әбішев туралы біраз әңгіме болды да, сосын Димаш Ахмет айтты. Жарайды, енді бала елдің тізгінін қолына алды ғой, жолы болсын. Еліне адам қызмет етсін. Ал жігіттер ақ қояйық деп өзі дәу кісі еді ғой. Қолы мен осы екі қолымда еді.
Сонда рюмканы бүйтіп ұстағанда анау наперстник болады ғой, иінене сол сияқты көрінеді да қолында. Сол жаңағы қазақстансы коньяк ішетін, соны кішкентай неғып қойып, ал ғана алып жіберейік деді да, сәл тұрып қалды да айтты, әй, бірақ деді, осы менің тырнақтап жиған малымды шашып жібереді-ау деді. А мен ол мал дегенге мен ойлаппын, жалпылама айтқан шығар. Жүрсем ол кісі действительно малды айтқан екен. Біз енді мысалға Қазақстан негізі аграрлы мемлекет қой. Мысалы егер Қазақстанда қазір нефт, газдың бәрін консервировать жауып тастаса да Қазақстанның халқы өлмейді. Бидайымыз бар, малымыз бар, деміз бар. В общем, әйтеуір жейтін тамағымызды тауып, бала шағаны асырайтындай біздің Қазақстанда жағдай бар. Мысалы үшін мына Иран, Кувейт, Ирак, араб мемлекеттерімен салыстырғанда біз енді аграр мемлекетке жатамыз. Сол кезде қойдың басы 50 миллионға жетіп қалған кез еді. Содан біз алдық та неше жыл, мысалы біздің әкелеріміздің бір кірпіштеп, тырнақтап жиған дүниелерін колхоз совхоздың бәрін бір күнде жоқ қылдық қой. Неше жылдап жинап, енді бір мініп бітейін деп тұр дегенде келіп біреуге мысалы үшін трактормен соғып кеткен сияқты да, мысалы он қанша адамға мысалы өте үлкен соққы болды. Одан кейін көп адамдар жаңағыдай ауру болды, одан кейін жаңағы қанша жыл енді көзінің алдында өзінің баласы сияқты өсірген нәрселерді. Жердің бәрін өзінің бауырлары емденіп алды. Иә, содан кейін барып анау не дейді, анау ұшқанның тұмсығында бір жақсы сөз бар ғой, бір істегеннің аузында, ұшқанның тұмсығында дей ме? Ұстағанның қолында. Иә, сондай болды. Қолынан келгендер, танысы бар нелердің бәрі алып алды да, сонымен жердің бәрі бекерге жатты. Егер оған қарап атқан ешкім жоқ. Анау не бір финансировать ететін, ауыл шаруашылығына жеңіл берілетін, кредит беретін жаңағы институттарды ашып тастаған. Бұл жердің өзінде де ол бергенмен әйтеуір бәрі өтірік. 2%-пен алып келіп Америкадан өз халқына 25%-бен үлестірді, оны ешкім жоққа шығармайды. Демек, Нұрсұлтан Әбішұлының бар қателігі сіздің ойыңызша ауыл шаруашылығын бытышын шығарды. Ауыл шаруашылығын енді. Мен осы күнге дейін айтамын. Мысалға өзің қара, біздің осы Қазақстанға келетін біздің желімізге, біздің ыстығымызға, жеріміздің барлық жағынан ыңғайланған адаптированный шетелден келген малдар бар. Ол мысалы үшін баяғы Герефордтар оны жаңағы қазақтың ақбасы қылып шығарды. Керемет ол. Герефордтан еті тәтті тұрмаса, одан кем емес. Барлық параметрінен, экстерьерінде сақтап қалған, еттің сапалық жағынан да, барлық жағынан. Содан кейін барып, мысалы үшін мынау неде Әулиекөл ауданында, Қостанайда Маскүлев деген совхоз болған. Сол жерде мынау француздың шаралесін алып келіп, жаңағы біздің Ақбастың базасында жаңа порода шығарған, Әулиекөлский деген. Оған енді кейін анау плоттар үлкен болып, сиырлар туамай, кесіріп сечені жасап алғаннан кейін оған Аберден ангусты қосып, содан кейін барып 62-ші жылы бастап 92-ші жылы Балташ ағамыз министр болып тұрған кез, сол кезде ол породаны бекіткен. Ол міне уникальный породалар. Олар осы біздің Қазақстанда туылып, өсерді жасалған дүниелер. Ал енді біз қолымыздағы барымыздың бәрін бытшын шығардық та, сөйттік те $7,000 теңіздің ары жағынан мал тасыдық. Ал енді сіз есіңізді алдында 10 малыңыз тұрса, бала шағаға енді киіміне керек, басқасына керек, сіз жақсысын сатпайсыз ғой. Соның ішіндегі анау, ала-құлажын шөті бір 2 жыл болды, шөті қашпай жүр. Болмаса ана біреуінің 4 емшегінің біреуі сүт бермей қапты, мастит болған ба, сол екеуін сатып құртыңдар. Тура сондай мал келді бізге. Оның бәрі өлді. Бізде бәрі сол показательдан құрдық қой біз. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Бізде анау мәше шығарып жатырмыз дейді, ол жоқ ол мәшелер, ол Өзбекстаннан шығады. Міне күні кеше дрон шығарып жатырмыз дейді. Оның бәрі Турциядан келіп жатыр. Қашан өз-өзімізді алдаймыз дейміз. Неге осындай досқа, күлкі, дұшпанға таба болып кетті? Енді мысалы үшін біздің құрғанымыз айтып отырмын ғой, мынау балық басынан шірейді дегендей, сол о баста сол 30 жылдың ішінде соның бәрін біз бір қалыпқа, бір жүйеге келтіре алмадық та. Өз беті, мысалы үшін бір огородқа су алып келіп, мысалға бір басынан өз 3-4 күн жатса өз су ішеді ғой деп жібересің,
ол су өзіне ыңғайлы жерлер тауып алады, ағайып жата береді. Мына жақтағы қалғандары қурайды ертең. Сондықтан да сушы неге жауап береді? Ол сол судың әрбір өсіп жатқан дақылға баруына сушы жауап береді. Соны ерінбей арығын салып, судың нормасын алып кеп салса, бүкіл баудың бәрі су жереді. Сол сияқты, о баста сушы дұрыс тұрмады ғой бізде. Дұрыс айтасыз аға. Әркім өзіне керегін алып, содан кейін жаңағыдай өтірікпен айланыстық, показательный, анау үлкен кісіні алып барады. Оны мысалы үшін енді бір рет апардың, екі рет алдадың. Біз өзіміздің экономикамызды, бүкіл жаңағы елімізді, халқымызды соны алдап жатқан адамдар ойлау керек еді. Уже соны қалыптаса бастады. Содан кейін тексеретін жерлер ертең бар, тексеріп келсе, оларға да өзің білесіңдер ғой, анау бізде жарайды. Ол тексеретін адамның өзі коррупционер болып тұрғаннан кейін оны ары қарай одан не сұрайсың мысалы үшін да? Сөйтті де бұл балық басынан шірейді деп, сол шірей бастады. Содан кейін ол бір үлкен бір өзінің жаңағы несіне жетіп алғаннан кейін оны тоқтату қиын болып кетті. Мысалы үшін таудан ағып атқан селге қарсы жүзе алмайсың ғой. Өте дұрыс. Ол сөйтті де оны тоқтата алмай қалды. Ал енді қазір жаңа Қазақстан деп жатырмыз, тағы бірдеңе деп жатырмыз. Бұның өзі де ол қашан болады? Оның өзіне де бір келу үшін әлі талай уақыт керек ау деп ойлаймын. Енді егер аға сізге бірдеңе айтайын, жаңа Қазақстан деген енді ұран ғой бұл. Жаңа Қазақстан рас болса, онда Даниал Ахметов нағып отыр. Шығыс Қазақстан азып тозып кетті, өзіңіз білесіз. Соңғы рет қашан болғаныңызды білмей, барсаңыз, өкінішке орай жылайсыз. Лениннің ескерткіштері әлі тұр, Семейдің несінде бағанағы саябағында. Не айтуға болады? Сондықтан баяғы жүйеде әбден өзінің бағанағы жолын салған азаматтар қазір пенсияға кетпей, жаңа Қазақстанның болады дегенге мен өз басым сенбейді екенмін. Бізді құртып атқан залоговый политика, саясат. Бұл залоговый саясат құрмай, ауыл шаруашылығы еш шындамайды. Залогы бар, сол баяғы алып жүргендер ала береді, ал жаңағы орташа нағыз жұмыс істеймін дегендер бейшаралар аламайды. Менің ана екі сиыр деген миниатюрам бар. Сол жерде мен айтатыным бар, мен 100 миллион бар сұрап бардым, сөйтем 70 миллионға 70% залог обеспечение сұрат деймін да. Анау өзің сияқтан олан ойнайды, журналисті көріппен, көрмедің бе? Мен білем аға. Иә, сонда айтатын жерім, мен 70 миллиондық залогым болса, мен олардан ақша сұрайын ба? Мен действительно жұмыс істегім келеді, о ауылдан келіп бір шаруашылықты көтеру үшін қызмет жасайын десем, өкімет бүйтіп жатыр. Ең болмаса наоборот болса, 30% залог обеспечение болса, пәтер сұрайды ғой олар байқұстар. Содан кейін қаладан сұрайды, өйткені ертең бірдеңе болса сатылу оңай болсын деп. Жалпы олар өкімет барлық рискті шаруаның мойнына алып қойған. Өкіметпен ештеңе емес, өйткені сенің мысалға айтайық, 100 миллион ақша сен кредит сұрадың, 70 миллион саған залог обеспечение, сен әйтеуір анадан мынадан бірдеңе алып апарып залог қойып 100 миллион ақша алдың. Так, сөйтіп 100 миллионға айтайық, сен 100 сиыр алдың дейік. Сенің 100 сиырың доллар залог қойып қояды. Алынған затты да залог қояды. Сонда сен сосын кетіп баратқаныңды шақырады да, айтады 12-ші кабинетке соғып кетіңіз дейді. 12-ші кабинетте 2,5 метрлік арқан таратады. Егер бірдеңе болса, асыл өлгеніңе деген сияқты да. Арқан, е? Арқан, үзілмейтін жақсы арқан. Асылы бөлуіңізге бізден көмек, бұл тегін дейді. Бұл тегін береміз дейді. Себебі, егер айтқан жерден аулақ бірдеңе болса, ол асылғаннан басқа оның несі қалмайды. Өйткені бүкіл дүниесінің бәрі, ағайын туысқан бәрі залог қойды. Одан кейін алған затында залогы қойды. Мысалы үшін, ал екі жақтама болғаннан кейін өкімет өзінің халқына, өкіметтің жаңағы қазақтың ауыл шаруашылығы деген сөз бар ғой. Целый министерство бар. Ауыл шаруашылығы. Значит, біз екі жақтама жалпы ортақ қойған жұмыс жасауымыз керек. Мына жекеменшік, мына ақшаңды алдың, ертең қайтармасаң болды, 3 жылдан кейін сотталасың деген пиғылмен берілген нәрсе, ол өмір ол болмайды. Бағанағы енді Нұрсұлтан Әбішұлы деп қалдық, сіз енді досым дедіңіз. Одан кейін сіздің жақын досыңыз Болот Назарбаев еді, оны барлығы біледі. Ол кісі расында ауырып жатыр ма? Халын білдіңіз ба? Хабарласа алдыңыз ба? Мен көп болды хабарласқаныма. Мен енді көп нәрсеге сене беретін жастан өтіп кеткенмін. Мысалы үшін да біз енді сенетін өзі периодтар болады ғой. Ой, бейшара дейтін. Ал енді бір озырыспен келгеннен кейін ақыл тоқтатқан кездерде көп нәрсеге сене бермеймін мен. Мысалы үшін енді
сондай жағдайда жүрген, сондай дүниесі бар деген адам бұл ауыра қойды дегенге мен сене бермеймін. Өзім сөйтіп ойлаймын. Демек коляскада отыру, бағанағы аяқ астына мақау болып қалу, оған сенбейсіз? Сенбеймін мен ондай нәрсе. Ол дені сау, нормально жүрген жігіт қой еді. Бірақ енді артықтық болмасын, көзбен көрмегеннен кейін пәлен деуге болмайды да. Мүмкін ауру да шығар, бірақ мен енді сенбеймін ондай. Өз көзқарасыңызды айтып отырсыз ғой. Мен өз ойым, ол кісі ондай емес деп ойлаймын. Өзіңіз қаңтар оқиғасында қайда болдыңыз аға? Мен Астанада болдым. Астанада болдым. Оқиғаны естігенде қандай күйде болдыңыз? Енді қандай күйде болғанда бәріміз қатты переживать еттік қой енді, өйткені елдің жаңағыдай тоз шығып, мысалы үшін көшеде атыс болып, анау нелердің бәрі ақ үйлерден бастап бәрі үлкен ғимараттар жанып атқан кезде жанымызға қатты тиді. Мен енді бірақ білдім оның көпке ұзамайтынын, өйткені любой нәрсенің өзінің бір шегі бар ғой. Егер мысалға ол шын халық көтерілісі болса, бір 20-30 мың адам халық шығып атса, ол любой өкіметті орнынан алып тастап, басқасын қой, бана қырғыздарда болады ғой, топырлап шығады да бір күннің ішінде президент алып тастайды да басқа бір қоя салады мысалға. Бізде сол шикі болып жатады да. Мысалы үшін сол айтты ғой, ойбай пәленбай вахабистер келген екен, аналар келген екен деп мысалы үшін. Енді мен ондай нәрселерге де сенбеймін мысалы үшін. Олар 20 мың вахабист қаяқтан келіп қапты бір күн ішінде, қаяқ кетіп қапты олар. Ол бір сумкаға алып кететін бір не емес қой мысалға. Ол 20 мың адам деген ол мәшинемен келеді, или самолетпен келеді, или пойызбен келеді. Оның келіп кетуі мысалы үшін енді бұл жерде көп шикіліктер бар да. Қарапайым халықтың аңқаулығын пайдаланып кеткен сол жаныңа батады. Арамзалар. Мысалға баяғыда 86 жылы мен өзім қатыстым ғой, соның ішінде жүрдім. 4 ай отырдыңыз. Иә. Сонда бірінші күні бәрі мирный болған. Бәріміз келдік, әнерден барып кезекпен тамақ ішіп жүреміз группамен. Сонда мына жағында Мирадан кейінгі көше Амангелді көшесі болмайды ба? Вот Амангелдіде и сосын мына жағы Сатпаевадан кейін ана океан деген ненің артында. В общем, 2-3 мәшіне тас булыжниктер сол күні түнде төгілген. Содан кейін уже келесі күні о түстен кейін сағат 3-4-терде уже автолаккалар пайда бола бастады сол жерде. Ішкілік тарату, пиво, анау мынау деген сияқты. Ол енді мен өзім көзіммен көрген нәрселер. Өйткені жаңағы любой талпаның ішінде бір мінезі шатақтау, жеңілдеу жігіттер болады. 100 грамм ішіп алып сөзге мынау, ана пәленшен тасталды бұрыт, мына артта тұрған, ол енді көпшілік білесің ғой, бір атар қой сияқты, қаяқтан лап етсе сояқ қарай жалп ете қалады. И сөйтеді де бәрі мысалы үшін барады да жазықсыз біреуді ұрып тастайды, болмаса жазықсыз нәрсені өртеп тастайды мысалға. Бірақ өзінің не істеп жүргенін өзі білмейді. Бірақ соның ішінде жүрген жаңағыдай дайындалған зачинщиктер бар да. И бұл жерде де тура сондай болды деп ойлаймын.